Армысыздар, ардақты оқырман, қымбатты өнерсүйер қауым. Шығыс Қазақстан облыстық балалар және жасөспірімдер кітапханасы өздеріңізбен жүздескенімізге өте қуаныштымыз. Бүгін бізде қонақта жерлесіміз, жас талантты ақын, айтыс ақындары мен жыр термешілер одағының халықаралық одағының мүшесі Абзалханов Нұрболат Мәжитұлы. Қош келдіңіз. Қымбатты оқырмандар, өнерге деген өмір жолындағы шығармашылығына деген Нұрболаттың қызығушылықтарыңызды тудырған сұрақтарыңыз болса, біздің тікелей эфирдегі желімізге қоюларыңызға болады. Ал Нұрболат, мынау өнердің ұштарын иелеп жүрген, өлкеміздегі жалпы өнердің туын көтеріп, байрағын желбіретіп жүрген жастардың бірісің. Өте қуаныштымыз. Өзіңдей талантты жастарымызбен әрдайым мақтан етеміз. Бүгінгі шығармашылықтағы жаңалықтармен бөлісуге, оқырмандарымызды қуантуға келген қадамыңыз құтты болсын. Қош келдіңіз. Рахмет. Армысыздар, құрметті алаш елі, құрметті барша көрермендер. Баршаңызды біріншіден мынау мерекемізбен құттықтаймын. Баршаңызға бақ берсін, бақыт берсін, байлық берсін, денсаулық берсін. Сіздерге де мол табыс тілеймін. Еңбекте жемісті болыңыздар. Бұны арнайлап шақырып жатқандарыңызға рахмет. Енді өнер болған соң өздеріңізге ілесіп, алға шығамыз екеуміздің соңдарыңыздан ескен міндетіміздің біріміз. Енді құрметтеп шақырып жатқаныңызға мың алғыс айтамын. Енді біздің бүгінгі өзіміздің шығармашылығымызбен бөлісудегі ең басты мақсатымыз жас жеткіншектерімізге сіздер сияқты өнер адамдарының шығармашылықтары арқылы рухани тәрбие беру, патриоттық тәрбиесін ұштастырып, әрі қарай болашақта елін сүйген, отанын сүйген рухани ұрпақ тәрбиелеу. Осы барысында жаңа ғана, кеше ғана жарыққа шыққан жақсы бір әдемі қазақ осы деген өлеңіміз бар екен. Сол өлеңді оқып, кездесуімізді әрі қарай жалғастырсақ. Жақсы, рахмет. Мынау енді кеше ғана сиясы кетпеген шал деген енді ақында кейін жайшылықта келмейтін нәрсе ғой. Бірде бар, бірде жоқ. Соны кішкене жастар оқысын, осыдан үлгі алсын, тәрбие алсын деп шығарып жазған өлең болған енді. Оқып берейін. Қазақ осы қаһарман ел, қайсар ел, салт дәстүрге, қара сөзге бай шебер. Қазақ осы бағындырар әлемді, құлаш сермеп, қанатын кең жайсегер. Қазақ осы алты құрлық таныған, адалдығы жарылатын ағынан. Қазақ осы ұл қыздарым намысты, арын биік қоятұғын жанынан. Қазақ осы ардақтаған ақынын, құрметтейтін ел қорғайтын батырын. Қазақ осы ұлы шапса бәйгеге, үйде тұрып қысатұғын тақымын. Қазақ осы өлеңі бар, күйі бар, ұлы өнердің құдіретіне сиынар. Қазақ осы әділдікті ту еткен, Қазыбек Төле Әйтекедей биі бар. Қазақ осы мың қырылған малы бар, Дархандала асқар тауы бар. Қазақ осы басын қосқан 300-дің Абылайдай дара туған ханы бар. Қазақ осы ежелден ақ майталман, ақиқатты тек айқындап айталған. Батырлары Қабанбай мен Бөгенбай, жаудың бетін сан мәрте қайтарған. Қазақ осы таң қалдырған талайды, тек шындықты, адалдықты қалайды. Қазақ осы дүниеге әкелген Шәкер мен ұлы хакім Абайды. Тудырған ел талай-талай асылды, найзағайдай жарқылдаған жасылды. Қазақ осы Төлеген мен Ізғұтты, батыр қылған Бауыржан мен Қасымды. Қазақ осы туған талай ұлылар, Алаш деген ұраны бар, жыры бар. Арыстары Сәкен, Мағжан, Бейімбет, Әлихандай мақтан тұтар ұлы бар. Қазақ осы арыстандай айбаты, алып ұшып жетіп тұрған айғаты. Желтоқсанда жанын берген ел үшін, Ербол Ләззат, Сәбира мен қайраты. Қазақ осы еңбекпенен ерлеген, ең бірінші көрінетін көмбеден. Ар-ожданын абыройын түсірмей, сапар шеккен ұлы керуен жолменен. Қазақ осы көк аттыға көлденең, өр намысын ешқашанда бермеген. Аш жалаңаш қалып бара жатса да,
қазақ деген рухы еш өлмеген. Міне осындай қазақ деген халық бар. Туған талай данышпандар, алыптар, білгің келсе тарихына көз салып, нағыз қазақ осындай танып қалып. Бұл біздің қазақтығымызды паш ету ғой, енді кішкене ұрпақтарға болашақ. Туған еліміздің бойындағы қайратын, ерік жігерін, ел жерге деген сүйіспеншілігін осы өлең арқылы жеткізіп жатқан өзіміздей талантты жастарымыздың болғанына өте қуаныштымыз. Кешегі өткен бабаларымыздың жолымен осы өлең өлкесіндегі жолды жалғап, болашақ ұрпаққа мұра болып қалдыратын жырларымыздың мәңгілік болатындығына сенімдіміз, шығармашылық табыс тілейміз. Көп рахмет. Енді жалпы шынында да осы өлеңге деген сүйіспеншілігіңіз, өнерге деген талпынысыңыз қалай басталды? Қай кезден бастап өзіңіздің бойыңызда бұл дағды байқалды? Өнерге деген енді бұл бала кезден болған нәрсе ғой. Бала кезде мен өзі қарапайым отбасынан шыққан жаным 79 жылы шілде айында өзіміз бір ауылда тудық. Жаңа ауылда дүниеге келдім. Әке-шешем мал баққан кісілер. Оның Сақман уақыты болады ғой. Сақман уақыты болғанда қазір марқұм болып кетті. Біздің ауылда бір Қанат деген ағамыз болған. Қанат деген ағамыз. Сол кісі мен ақырында өлең айтатыным бар, үйде кішкене домбырам болды, Абай домбырасы дейді. Әңгіме өлең айтып отырамын, ол кісіге түнде смен өту керек, уақыт өту керек, таңға дейін төл алады. Мен қолыма оқтау беріп қояды, ол кісі домбыраны алады да екеуміз айтысамыз таңға дейін. Мен қызығып айтыса береді екен, ол кісіге уақыттың өткені керек. Сөйтіп жүріп ол кісі айтып, мен кішкене енді мен ол кісінің ұйқасы келсін келмесін айта береді. Мен ұйқасы тапқанша, егер ұйқасын бір халық қарап отырған секілді, Тұрсынбек айтқан секілді қойларға концерт қойдық деп. Қалың қойдың артынан айтсамыз ғой, қойлар көрерменіміз. Бір жағынан енді өзіміздің ұстазымыз, нағашым, Абаш ағамыз кішкене жетектеп мені осы өнерге мектеп қабырғасында жүргенде енді өзімізден қалмай жүрдім, жан таласып, өзімізбен әйтеуір кішкене шалам кесіп айтысып. Соның бәрі себеп болды маған. Енді ақырындап соны айтысқа келе бастадым. Енді ол бойға дарыған өнерді ұстай алсаң ұстадың, ұстай алмасаң ол да бір қиын нәрсе екен. Бұл ақындық деген өзіңіз білесіз, өз басыңызда бар. Бұл ақындық деген екі минутта туа бермейді екен. Поэзияға міне 4 жыл бұрын поэзияға ауыстым. Тағдырдың сынағына ілінгеннен кейін кішкене жатасың, ішіндегі черіңді тарқатқың келеді, біреуге жеткізгің келеді, халықпен бөліскің келеді. Қазір жақсы болды, телефон деген жел арқылы таратып бересің, елдің ортаға салып пікірлерін оқисың, кейбір қателерін түзеп береді. Сөйтіп өзіңді ақырын шыңдап 4 жылдай болды мен осы поэзияға ауыстық енді. Айтыстан ақырындап көтеріліп үзіп бара жатқан секілдіміз. Жалпы енді бұл әрине расында да Алланың өзінің сүйген құлына берілген жақсы бір дарын деп ойлаймын. Сондықтан осы өнер бойында поэзияға бет бұрғаннан кейін өзіңіздің ішкі жан дүниеңізді осы өлеңнен табасыз. Осы өлең арқылы барлық көзқарасыңызды, өмірге деген барлық жағдайдың бәрін осы өлең өрнегі арқылы білдіріп жатасыз. Сынға қалай қарайсыз? Енді оны оқығаннан кейін көрермендердің әрқайсысы әртүрлі қабылдайды. Кейбірінің сыны дұрыс пікір болып қалыптасуы мүмкін, кейбірі қате артық қыламды тыртық қылып қате айтып жатуы. Сондай кездерде қандай өзіңізде? Бұл енді сын болмай, мін болмайды дейді ғой. Бұл сын деген әр адамға керек деп ойлаймын. Ол пікір жазады, біреу былай жазады, бір қарындасымыз жазып бір маған Фейсбуктен жекеме шығыпты. Аға, ылғи өлең салып отырасыз, осы сіз шын ақынсыз ба деп. Мұқағалидың бір сөз бар ғой, басымда білімім жоқ болса да бойыма жетер өнерім бар деген. Алланың берген өнері болғаннан кейін, бойымызда тәбиғи дары болғаннан кейін жазамыз, оны біреу көтереді, біреу жақсы қабылдайды, біреу жаман қабылдайды. Негізі сол біз сын үшін жазамыз ғой, халық кішкене сын қалсын, бойымыздағы миымыз түзесін, қателігіміз түзесін деп. Ақындарда да
ішінде таза деп ойламаймын енді, жазып жіберетіндер бар. Мысалы кей кезде біз қалам алған соң шындықты да жазып жібереміз, ақиқатты айтушы ақынның міндеті деп. Ол шындықты да жазып қаламыз, ол кезде кішкене ұнамай қаламыз халыққа. Сондай жағдайлар болып жатады, енді көтереміз сынды да. Енді Алланың осы берген сынына шыдағанды басқасына да шыдауға болады деп ойлаймын енді. Бәріне шыдаймыз. Бір ақынның сау болса тілмен жағы, мың адамның айтылар мұңмен зары демекші. Расында да ақындар арқылы біздің халықтың мұң зары жоғары жақтағыларға болсын, басшы қызмет көшбасшыларымызға жетіп жатады. Бұл осы айтылған жақсы бір жүйелі сөз деп білемін. Сондықтан осындай кезде өзіңіздің басыңызға бір соққы тиген кездер болды ма? Шындықты айтамын деген сияқты нелерден біреуден қатты болды. Өнер адам болған алғаш жазғаннан бастап, алғаш жазғаннан кейін енді мынау өзім бір жылдай кішкене төсек тартып жаттым да, төсекке таңылып сол кезде енді жанына батады. Мынау жанына батқан кезде кімге тиісеріңді білмей қаласың. Содан кейін аласың да өлең жазасың да фейсбукқа салып бересің. Енді осы бір жағын естіп жатасың, бұл өзің айтып жүргендерің бар, естіп жатасың, осы халықтың жағдайын, соның бәрін кішкене тілмен жеткізгім келеді. Жеткіздім деп ойлаймын, бірақ соның арты өзіме қамшы болып тиді талай. Екі-үш рет тигендері бар енді. Оны да көтеріп жатырмыз ғой енді. Жақсы, рахмет. Ал жалпы біздің енді бүгінгі оқырмандарымызға рухани тәрбие беретіндегідей қалам тербеп жүрген тақырыптарыңыз қандай? Мен қазір қалам тербеп жүрген тақырыптардың көбінде мен соңғы жолы тағы бір жаздым. Анада бір кім айтып еді осы маған? Ана Құсайынова апайымыз звондады Астанадан. Бір болып, сен енді кішкене поэзияға бет бұрсаңшы, саған негізі дастандар жазу керек. Енді мен айтып, сазгерлер сұрап жатады, Нұрболат әнге өлең жазып берші деп. Оған енді ол әннің өлеңін сөзін жазу үшін 2-3 куплет қана болу керек. Мен бір жазсам тоқтай алмай кетемін де, ұзын сонар жазып тастаймын. Ол не термеге келмейді, не әнге келмейді, соны оқыған ғой ол кісі. Нұрболат сен сол дастандар жазсаңшы деп, енді осы соңғы жыл осы өлеңнің алдында бір-екі өлең жаздым, сол өзімнің әкемнің өмірін жаздым, нағашы атамның өмірін жаздым. Сондайға қызығамын да мен, біреудің өмірін өлең қылып жазғанды жақсы көремін. Сол өлеңмен жеткізіп, сол өлеңмен суреттеп, бояуын келтіріп, соны жақсы көремін. Қазір көбіне тақырыбым солай ауысып барады мен. Өткен өмірдің тарихын болашаққа жеткізіп, болашақ ұрпақ бөліп жүрсін ертең. Ол енді бізден кейінгі ұрпақтар әкеміз қандай болған, мысалы біздің аталарымыз қандай болған, соның бәрін біліп жүрсін деп, қазір сол біреудің өткен өмірі қызықтырады мені. Енді басында махаббат жайлы жазатынбыз енді, махаббатқа 40-тан асты махаббат не керек дейміз, махаббаттан былай ауысып барамыз. Махаббат негізі мәңгілік тақырып. Махаббат мәңгілік тақырып. Дегенмен жалпы өзіңіздің өмірдегі ұстанымыңызды өзгертіп жатырсыз. Өзгерттім мен, ақырын өзгеріп, бір ол 2-3 жолды қатар ұстай алмайды екенсің, ол махаббат жайлы, ол басқа лирика жаза бересің, бірақ ол бәрі-бәріне мен только бірақ сарында жазайын деп бір тақырыпта солай ақырын ауысып барамын мен. Анда-санда қасымда тұршылды сағынған кезде жарыма жазып қоямын махаббат жайында. Кішкентай махаббат ұмытып кетпесін деп. Дұрыс па енді? Ал жалпы осы өлеңді жазу барысында ең бірінші оқитын оқырманым айтып жатады ғой, мен бірінші жазған өлеңімді осылай оқытамын, осылай талдатамын, бұдан кейін көпшілікке ұсынамын деген сияқты, сондай. Мен ең бірінші оқитын оқырманым мынау Таразда Берберт деген бір апайымыз бар. Мен ол кісі оқырман болғанда, ол кісіге мен кішкене ішіне мынау жазғанда өтірмектеден грамматика көп қателіктемін. Сол кісіге жіберемін, мынаны жөндеп беріңіз деп. Ол кісі тіл әдебиетінен жақсы. Ол кісінің бүгін әкесінің туған күні, ең алғаш семейге айтысқа барғанда мен Мақаншыға үлкен айтысқа барып, сонда сол кісінің әкесінің ақбатасын алғанмын. Ақбатасын алып, араласып, құраласып тұрып, сол Сағылмұрат деген аға болған, сол кісінің жоғалтып алып, 26 жылдан кейін тауып алып, мен кісілерді қайтадан іздеп осы жер арқылы тауып, осылай барып қайттым өзім көзіммен көріп. Енді ағамыз өмірден өтті, бұл туған күн екен, туған құтты болсын. Сол кісінің ақбатасын алғаннан кейін сол кісімен араласып кеттім де,
қазір сол кісі бірінші оқиды, сол кісі маған жөндеп береді, қатесін бәрін. Мен аламын да одан кейін жерге саламын. Ал енді жерге сразу салсам, ол қате көп, ол кезде сын 2-3 есе артып кетеді. Сонда сіздің оқырған өлеңдеріңіздің оқырмандардың арасында пікір білдірген кезде мына жеріңізді дұрыс жазыпты, немесе ойыңызды былай жеткізе алмапсыз, немесе мына жерді былай өзгертсін деген сияқты пікірлер көп түседі ма? Көп түседі. Ондайға қалай? Мына Нұрболат мына жерде, мынау енді бізде менде көбіне оқып отыратын өзімізде бір жан-жақтың ақындар бар, тобымыз бар, Ахау Семей ақындары мысалы, өлең сөздің патшасы жан-жақтан. Содағы ақындар жазады маған. Жазады да, Нұрболат мына жерін былай жазсаң қалай болады, мына жерін былай кетірсең қалай болады. Ну, уже сын айтып отырғаннан кейін, бір жағынан пікір білдіріп отырғаннан кейін ескеруге тырысасың, өз қателігіңді беріп. Ол енді қателік әр адамда болады. Өз қателігімді білдірген кезде қалжыңдап қоямын мен енді. 11 класста өзі әрең бітірген адаммын, үлкен оқымағанмын. Мен бірінші өлең жазып бармын, қателік болса кешіріңіздер, түзеп беріңіздер деп. Сол кісілердің көбіне солай айтады, мына жерді былай ұйқасын былай кетірсең болады мына жерде. Поэзияға жаңадан ауысып келген бұрын поэзияға көп жоқ болған, өзіңіз білесіз. Бізді айтып айтысқа кіргізіп жіберсе болды, айтарымды айтып өтіп кетіп қаласың. Поэзияға кішкене жаңа бет бұрып жатқаннан кейін қателіктер болады екен, көп болады. Сонымен уже сабақ алып үйреніп жатырмыз. Иә, өмірдің өзі сабақ деп айтпақшы, расында да қаншалықты бірлік десек те біз білмейтініміздің көп екеніне көзіміз жетіп жатады өмірде. Енді айтысымызға қарай қойсақ, айтысқа ең алғаш сахнаға шыққандағы толғаныс қай жасыңда домбыраңды қолға алып сахнаға шықтың? Ең алғашқы шыққан сахнаңыз? Ең алғаш шыққанда мынау мектеп қабырғасына шықтым ғой. Ол кезде енді өзіңіз білесіз, дәптерге жазып алатынбыз, дәптерге жазып алдыға қойып қоямыз. Соның өзін айта алмай сасқалақтаған кезім болды. Қолымнан домбырам тайып түсіп кетіп. Ең алғашқы сасқалағым сол болды. Одан бір сасқалақтағаным енді өзіңіз жақсы білесіз. Осы өзінен жерде де танып жүр. Біздің бала кезде айтысқан айтысымыз. Сен 6-шы сыныптағы? 6-шы сыныпта соны ұмытқансың. Сол кезде екеуміздің айтысқанымыз енді. Ол кезде сіздерде ақырын айтысу маған деген бір жағынан үлкен мәртебе болды да, бір жағынан көп қорқыныш әкелді. Сіз ауданға шығып жүрген ақын болдыңыз, мен мектеп қабырғасында, мен ауданға міне 96-шы шықтым ғой, 11 оқып жүргенде. Сонда мен ауданға шығып, осы Жамбыл Жаратын Жұрықта жылдарында алғаш ауданға айтысқа бар. Осы Жәнібек апайымыз алып барып, сол жерде сасқалақтағаннан қолына тағы домбыра түскер. Енді ол кезде де жан-жақтан ақындар жазып алып келеді ғой. Сол кезде басында ақын жолым ашыла бастады, облысқа келіп, сол бір айдан облысқа келіп. Көп толқыныс болды, бірақ облыстық айтысқа келген кезде толқыныстың да сонда болды. Аян Райысов деген ақын жақсы танисыз, содан айтыстым. Бірақ бұл кезде енді айтыстардың жақсы болады, тақырып еркін тақырып. Тақырыпты қозғайсың, қазіргі емес саясатқа кетпейсің, әзіл қалжыңмен отырасың. Әйтеуір ауышарып айтпақшы бірдеме ысқылып шығып кетесің. Бір жылдары осы біздің облыстық телеарнадан жастар айтысы жүргізіліп жатыр. Сол кезде өзіңнің өнеріңді сол кезде көрген. Сондағы айтысқа қатар шыққан жалпы өзің қатар әріптестеріңнен ақындардың ішінен кімдерді ерекше атап өтер едің? Бұл сол жастар айтысына шыққан кезде өзі солардың ең үлкен мен болдым, шын айтсын. Аслан жүргізді ғой. Содан бір күні айтады да, тетеліп арман келді деді. Не болады десін, балал шағым орса не жүрсің? Еділ Майзақов деген, Манас деген бір бауырымыз болды. Солардың тұсауын кесіп, сол үлкен сахнада. Енді негізі өзіміздің қатарда, өзіміздің қатарлас ақындарда айтатын болсам, бізде негізі Есенбол жақсы ақын бізде. Есенбол жақсы айтысады. Ерболат деген болған өзіңіз білесіз. Жұмашұлы. О да керемет айтысатын. Енді ақындардың жаман жоқ қой, бәрі айтады. Соны халық бағалай білсе, халық көтере білсе, ақын бәрі жақсы. Бәрі айтысады. Бір терінің ұшпағын елеп жүріп, ол ешкім көре алмаймыз. Бірақ алуан жүйрік бар, әрбіріне қарай шабады деп бәрі енді жыр сайысы болғаннан кейін осы шалды егелердің жаңағы жастарымыз көп. Бұл өте қуантады. Бүгінгі таңда да, қазіргі таңда да осы заманауи
тағдырдың, өмірдің барлық өзекті мәселелерін қозғайтын жастарымыз жетіп артылады. Ол өте қуанышты жағдай. Біздің жалпы айтыс өлмейтін мұра, халқымыздағы біздің қазақтың маңдайына біткен бақ деп ойлаймын өз басым айтысты. Сондықтан осы өнерді жалғастырып келе жатқан мәңгілік деп ойлаймын. Шәкірт тәрбиелеу жағына қалайсыз? Шәкірт деп енді мен өзім біраз жыл ауылда болдым. Осы ауылда болғанда ауылда бір екініміз болды ма, Тілеужан Әли деген. Әли Сұлтанбеков Тілеужан Әлиев деген. Сол жігіттерді кішкене тәрбиеледім, олар тәрбиелеген соң үйге алып келемін. Олар аузына сөз тап бермесін, қар жарысқа салам, әдейі шамдарға тиіп, шыңдасын деп тиісіп айтсам. Бертін келе олар оқушылар айтысқан облыстан келіп алып жүрді, Әлиді алып жүрді, Тілеужанды алып жүрді, қазір той деген шықты. Ақындардың бір тамағы болып кетті. Сол екеуін бертін тәрбиеледім, оны қазір шәкірт. Қазір бір өзім тәрбиелеп алайын деп жатырмын. О қадіреттерін түзеп, одан бұйырса Алла қаласа болашақта болып жатады шәкірт деген. Жақсы. Бізге қос ақынның сұхбаты сәтті өтсін деп тілеймін деп Нұржанат деген әпкеміз, шығармашылық шабыт тілеймін Нүке деген, Бақытгүл деген әпкеміз сәттілік себебі болсын деген ізгі тілектер білдіріп жатқан екен. Көп рахмет оқырмандарымызға. Сұрақтарыңыз болса қоя отырыңыздар. Енді әңгімемізді әрі қарай жалғастырайық. Мынау жалпы поэзияға бет бұрғаннан бері жазылған жинақ өлеңдеріңізді жинаққа шығару ойыңызда жүргендігін мен көптен өзім де білемін. Сырласып сөйлесіп айтып жүргенде соған тілеулес болып жүретінмін. Осы шабытпен сырласу деген тақырыппен алғашқы жинағыңыз шықса деген ниетпен Алматыға баспаға жіберілген. Өкінішке орай қымбатты оқырмандар, бұл кітап әзір біздің қолымызға тимей тұр. Алматы қаласынан бізге әзір жетпей қалды. Сондықтан алдағы уақытта да өздеріңізге ұсынатын боламыз. Сол кітаптың ішіне енген өлеңдер жайлы айта кетсеңіз. Бұл енді кітаптың ішіне енген өлеңдер осы 4 жылдың ішінде көп өлеңдер жазбаппын. Шабытпен сырласу деген ең алғаш жазған өлеңім болған. Осы поэзияға бет бұрғанда алғаш жатып ойланып жатып сырласатын адам жоқ, үйде жалғыз шешеме келгеннен кейін төсек тап жатқан адаммын. Содан шешеммен көп сырласа алмаймын, содан жатып сол шабытпен сырласам жатып аламда. Өзім мен бір жағынан іштей жейсі қамшылап, өзім қамшылаған сайын таңдайынан өлең тамшылайды екен расында. Бұл енді ерлігіңіз ғой сіздің. Содан ішіне біраз өлеңдер кірді, бір кем дегенде 160-тай өлең болды. Бұл кітапты біз осы жаңа жылға дейін деп ойлағанбыз. Жаңа жылға дейін шығарып жібереміз деп оған кішкене мейрамдар болып қалды. Енді Алматыда баспахана кешеуілдеп жатыр енді. Кеше алдыңғы хабарласты. Бұйырса осы жаңа жылға дейін үлгерсек шығарып берейік, үлгермесек январ айында береміз жаңа жылда. Енді қолымызға тиеді. Алла қаласа, амандық болса. Енді сол ішіне кірген сол бағанағы өзім айтқандай әркімнің өмірде жазған өлеңдер махаббат жайлы, сол кішкене өзім шабытпен сырласып, аспанмен сырласу дейді әрқарай өлеңдер жазып, көп өмірден өмір жайлы жаздым. Өзімнің өмірім жайлы жаздым арасында. Енді бұл да бір Алланың сынағы болғаннан кейін. Ертең ұрпаққа қалсын деп ертең артында не қалдырдың десе, ұрпаққа не қалдырдың десе, сол кітап қалсын деп қолға алған ісім болған енді. Бұның бастамасын Аслан Ғапыров екеуміз бастағанбыз, былтыр 40-қа толғанда. Сол бір жыл бойы кішкене ана қатесін түзеп, мынасын түзеп, кітап шығарып болмаймыз ғой. Бұйырса шығып қалады, шығып қалса қолдарыңызға тиіп қалады деп ойлаймын енді, Алла қаласа. Жақсы жаңалықтар болар. Жақсы, сәттілік тілейміз. Ендеше сол алғашқы өлең шабытпен сырласуды. Қазір сіз енді неткенше ең алғашқы өлеңіңізді неше жасыңызда қандай тақырыпта жаздыңыз дейді? Ең алғаш өлеңім енді есімде жоқ. Ол алғаш жазғанда мектеп қабырғасында қыздарға жазатын еді. Ол енді есімде қалмапты қазір. Кішкене ұмытшақтау пайда болды, ұмытшақтық. Ең алғаш есіме түсіре алмай отырмын, сол алғаш жазған өлеңімді.
Одан кейін мен жалпы сіздің бір осы желіден оқығам, туған жерге арнаған тамаша бір өзіңіздің туған жаңалығына арнаған. Иә, рұқсат болса оны да тауып алып кетсеңіздер. Туған жерге деген өлең бірінші жазылатын өлең ғой. Иә. Содан анада желде жазады да мен өлеңді мысалы ақынға қалай тақырыпты осы қай жерде шабыт керек мысалы жазамыз ғой. Мен Семей жайлы жаздым, Катон жайлы жазып жатырмын. Соны бір жігіт жазады, ол сен өз негізі қай жақтың тумасысың деп. Мен Тарбағатай осындай Жаңауыл деген ауылдан. Сен өз туған жеріңе өлең неге жазбайсың деп. Сонымен айттым, мен парақшама кіріңіз, мен туған жер жайлы өлең көп жаздым. Ең бірінші орында тұратын туған жер ғой. Содан үшін кішкене таба алмай жатыр да өлең көп болған соң. Жақсы. Ендеше біздің қазір қымбатты оқырмандарымыз, қонағымыз өзінің жүрегінен шыққан перзенті өлеңдерінің қатар ретін беттеп оқығанша тағы да сіздерге айта кетейін. Біз тікелей эфирдеміз. Біздің қонағымызға Нұрболат Мәжитұлына қояр сұрақтарыңыз болса, қоюларыңызға болады. Бұл ең алғашқы осы поэзияға бет бұрғанда өлеңім, кітабымның атында солай алғаш шыққан өлең болған. Ал шабытым, шын дос, мәңгі досым, сөйлейік тек сөзіміз мәнді болсын, оқыған оқырмандар таңдай қағып, тамаша тамсанардай дәмді болсын. Ал досым, шығарайық үнімізді, қолдайық тек бірімізді, бір уақыт ой салайық басқаларға, мұңайып черте бермей мұңымызды. Өзіңсіз айтылмайды өлеңім де, білесің неге екенін себебін де. Өткені екеуміз дос болғалы, болыпты 30 жылдың көлемінде. Талай жерде желесті айдарым да, сен қолпаштап айтыстың майданында. Талай жерде айтатын сөздерімді айтқызбадың, тілімді байладың да. 2-3 жылдай жоқ болдың, сағындырдың, оралмайтын шығар деп налып жүрдім. Қайта келдің қоздырып делегенде, жүрегімді чуаққа малындырдың. Содан бері көп нәрсе өзгергендей, біріміз сөзбен емдей, жанымыздың жарасын жазатұғын, жалынды жыр жазатын кез келгендей. Өрнек десек, өмірді мүсіндесек, өлең етіп параққа түсірмесек, ешкім бізді шабытым түсінбейді, біріміз түсінбесек. Досым едің сен менің бала күнгі, таудай қылған тарыдай талабымды, сен бар жерде серік қып домбырамды, тастамаймын қағазбен қаламымды. Қандай керемет. Расында да жан тебіреністі білдірген әдемі шығарма екен. Әдебиетке жаңа қадам басқан жастарға кімдерді оқуды ұсынасың дейді? Енді әдебиетке жаңа қадам басқан жастарға Абайды оқыса, Мұқағалиді, мен өзім көбіне Мұқағалиді оқимын. Содан қазір біздің Тарбағатайдың Мұқағали дейді, Хамит Баширов ағамыз бар, үлкен ұстазымыз. Сол кісіні оқыса деймін тауып. Енді кітап көп қой оқитындар, тәлім тәрбие беретіндер. Сол қазір жастар өлім жалқаулы оқымай ма деп. Мына телефонның есіне келіп болады да қазір. Көбіне Мұқағалиді оқыса, Мұқағалидан көп не аламын мен өзіміз. Өзімен мұңдас сырласады болып кеткен деп ойлайсың ғой. Иә, өте жақсы. Жаңа өлімді. Туған жерге деген өлең дедіңіз ғой? Туған жерде, жақсы. Бұл Жаңауыл деген қасиетті жер ғой, өзіңіз білесіз. Топырағы киелі, суы тұнық, ауасы таза. Туған жерім Жаңауыл құттырағым, сезімімді жырыммен ұқтырамын. Алтын құрсақ өмірге алып келген не бір ақын, палуан мықтыларым. Жаңауылым өнердің қазанысың, той думанның тарқамас базарысың. Тауың тасың, өзенің бәрі, табиғатың көз тоймас таза мүсін. Жаңауылым мекені тектілердің, сен дегенде елжіреп ет жүрегім, бұзылмаған қаймағы ынтымақтың, жер жәннаты бір өзің деп білемін. Жаңауылым мен үшін мәңгі мекен, қазақылық салт ұстаған сәнді мекен. Сенде тудым, сенде өтем соңғы демім, біткенінше өзіңді ән қып өтем. Жаңауылым тыныстық оты жалын, әр күн сені сағынып отырамын.
Қасиетті туған жерім бір мен үшін қымбат сенің бір уыс топырағың. Бәрекелді. Бұл туған жерге деген перзенттік сезімің, перзенттік әрине адам анаға, туған жерге, отанға деген мәңгілік борышын өтей алмайды. Осы бір өлеңіміз сол туған жерге деген борыштың бір тамшысындай ғана. Тағы бір сұрақ келіп түскен екен, қандай тақырыпта өлең жазу жаныңызға жақын? Маған енді көбіне махаббатта жазған жақын ғой. Енді өзім қазір кішкене бет бұрғаным болмаса, басқа тақырыптарға көбіне махаббатқа жазғанымыз ұнайды маған. Одан біреудің туған күндеріне жазған жақсы ұнайды. Туған күнде құттықтаулар көп жазамын. Қуаныш сыйлап, адамдарға адамның жанын жазыратып отырған жақсы көремін кішкене. Сол қуаныш сыйлап соған өлеңмен сол кісіні суреттеп, бояуын келтіріп, кішкене нетсек, жақсы сөз жармыз істегендей. Марқайып қалады. Сол кісінің жасына жас қосылғандай болып жатады. Мына жақта бізге алғысы болып жатады, ақ батасы болып жатады. Енді қасымызда отырмаса да. Сондай жақсы көремін. Көбіне сол махаббат жайлы туған күндер жайлы жазған жақсы көремін. Тағы бір оқырманымыздың сұрағы, кітап оқуға қаншалықты уақыт бөлесіз? Қазіргі таңда қандай шығарма оқып жатырсыз дейді. Енді олай өтірік айтпай ақ қояйын, қазір көбіне кітапқа үңіленбейді. Кітапқа көп қарамаймыз қазір. Енді оқитынмын, осыдан бір жылдай бұрын көбіне кітапты баса алмаймын. Қазір бәрін телефоннан тауып ала саламыз. Осыған қараймыз, осыған өзімде балалар болса да өзіміз ауысып шыққанды білмейміз. Телефонның құлы болып бара жатырмыз ғой. Көбіне оқитынмын, сол Мұқағалиды оқимын, Хамитті оқимын. Сол Хамит ағамыздың оқыған жақсы жаныма жағады сол осының сөздері. Өзім ұстазым болғаннан кейін, ұстазымыз болғаннан кейін. Енді кітапты қазір күнде оқимын деп айта алмаймын. Дәл қазір ешкім оқымайды. Жақсы, рахмет берген жауабыңызға деп алғыс білдіріп жатыр екен оқырмандарымыз. Енді біз сізді жаңағы айтыскер ақын ретінде, мынау поэзияға бет бұрған жазба ақын ретінде оқырмандарымызға таныстырып жатырмыз. Сонымен қатар ән, жыр, терме орындайтын өнеріңіз бар. Жігітке жетпіс өнерде аз дегендей сондай бір сал-серілік бойыңыздағы жақсы бір туа біткен қасиет деп айтамын. Сондықтан қолыңызда отырған сіздің қара домбыраңызды өзіңізге ұсынып, әдемі оқырмандарыңызды жақсы жырмен, термемен сусындатсаңыз деген бұйымды аяқтымыз. Негізі мен өзім терме деген нәрсеге көп жақын болмадым. Содан еркімде де терменің не екенін бұрын түсіндік. Терменің не қандай, не екен, біз енді өлең деп қана түсіндік те, өлең деп қабылдап қалдық. Еркімдегі терменің соның ішіне қанша ғибрат сөздер жататынын оқығаннан кейін кішкене термеге бет бұрдым. Сол терменің соның ішінде ұнаған өзіме осы Мырзатай Жолдасбеков ағамыздың дүние шалған деген. Көшіп барады
жарқыраған қайдасың ойын күлкім, ойын күлкім. Ризамын өмірге келгеніме, азды көпті қызықты көргеніме, азды көпті қызықты көргеніме, бұл жалғанның төбіне жеткен бар ма? Тәубә қылдым Тәңірдің бергеніне, тәубә қылдым Тәңірдің бергеніне, дүние шіркін өтер бір күн, жарқыраған қайдасың ойын күлкім, ойын күлкім. Дүние шіркін өтер бір күн, жарқыраған қайдасың ойын күлкім, ойын күлкім. Бәрекелді. Ең шіркін. Қандай тым шіркін, әй деп ринат бауырымызда қошемет. Керемет әңгімеңізге көп рахмет. Өнеріңіз үстем болсын. Рахмет. Тілек білдіріп жатыр. Әдебиеттегі алғашқы ұстазыңыз кім деген сұрақ келіп түсті. Менің әдебиеттегі енді мектеп қабырғасынан бастап, солдан бастап айтайын енді. Мектеп қабырғасында өзіңіз де жақсы білесіз, Төлепбек ағамыз болған Жұмажан. Сол кісінің тәрбиесін алып, ертең келе Биген апайымыз да тәрбие алып, Биген апай маған көп көмектесті ол кісі. Ол кісі маған айтады, Нұрболат, мен енді ол кезде мектепте бір жақсы, әдебиет, тарих деген сабақтан тақпақ жазып кететін ғой. Неге бірін тапсырмам, айтпен 4 жыл тақпақ жазып беремін. Соны айтатын, сен чыл тұлпарға тұсау жоқ дейді. Мен сабақ айтсаң айтпай көз тақпағын шығарып жүре беремін. Сол кісінің көп көмегі тиді маған әдебиет жағынан. Жәлип апайымыз көп көмектесті маған. Енді өз ойым, алғашында ойым болды, мектеп бітіргеннен қазақша әдебиетін оқуға түсу деген. Енді ол армандар орындамады, ауылда жүріп қалдық, ауылдың баласы болғаннан кейін. Сол көбінесе Төлепбек ағамызға рахмет айтамын қазір. Мектеп қабырғасында осы әдебиетті көп түсіндіріп маған. Қай сөздің қай жерде айтылатынын орындармен оқытып түсіндірген. Әйтпесе қазір көбіне жастар көріп жүрміз, сөздің қай жерде айтуын білмейтін, орнын білмейді де, соны ойлап қоймын. Мүмкін баланың өз несіне байланысты шығар, мүмкін ұстазына байланысты ма. Енді өзіміздің ұстаздарды өзіңіз жақсы білесіз, Бикен апайымыз қалай сабақ беретін, ол бір сабақ берсе кеңінен түсіндіріп бірақ беретін. Бір сөзді ол қандай сөз, ол қалай айтылады, қай жерде айтылады. Мен ең түсінгенім сол кісінің сол болды. Сол Бикен апайымды ойлаймын, Төлепбек ағам екеуміз. Жақсы, рахмет, оқырманымыз қанағаттанды деп ойлаймын. Балалық шағыңыздан ерекше бір естелік болса, сонымен бөліссеңіз дейді. Балалық шағымнан есте қалсам бәрі. Ерекше бір естелік. Біздің оқырмандарымыз әрине осындай өнер адамымен жолыққаннан кейін жақсы бір өнердегі шығармашылықтағы жаңалықтармен естеліктерін білгісі келеді ғой, қызығушылық танытып жатады. Сондай оймен сұраған шығар деп ойлаймын. Балалық шағымда естелік болған осы бір Абаш ағамыз екеуміз айтысқа келіп, онда сіздер барсыз ғой деймін. Өтірік айтпасам, Самарға айтысқа баратын ма? Абаш ағамның 20 жылдық шығармашылық кеші болды. Сол кезде. Самар. Екеуміз ауданға барып, мен үйден бір қоңыр дипломатым болған, кішкене шалған. Әлде киім кешегім салып, біздің шешеміз өзіңіз білесіз, бір жерге барсаң ас ауқатын толтырып салып береді. Сол үшін ет салып берген.
Ол кезде Ақжар ауданында Байтоғас деген кісі болған, арнайы автокөлік беріп бізге. Сол қонақ мәдениет басқармасында. Содан екеуміз қонақ үйден шығасың, автокөлік келген кезде шығып кетіп қалғанбыз ғой. Мен шамадан бүйтіп кеттім сол қонақ үйдің ішіне. Ол қалқамды жолға келген еске түсіп, сол Алекең киім кешіп қалқан не істейміз? Саспа тағылады. Біз қанша жүрдік, өзі көп жоқ болды ғой. Қайда барсақ, қонақ үйімізде шу, ет сасып кеткен, анан оны ешкім байқамаған, бізді киімдерін бәрін алып кеткен күйде түстіңіз ғой. Қайда барсақ, ай шу шығып, Алекең дедім маған, мүмкін есте кеткенсің. Мен қайдан білемін, асығыста жүріп мен балам кішкентай. Сондай елестетіп болған, содан мына 11 оқып жүргендегі облыстық айтыста, осы Аян Райысовпен айтысқан кезде бір сөзім бар, соған әлі күнге дейін Аян айтып жүреді маған. Аян аппақ болып киініп шығып, мен қып-қызыл болып киініп шығып, сонда екеуміз айтысқан кезде Аян маған шиқансың деп тиісіп. Иә. Сонда мен айтқаным ғой, бұл Аян маған қарап күлімдейді, білгені бүлшікте, шыққаны бүлшыққанын білінбейді. Аян-ау байқап сөйле, негізінде шиқан деген асқынса іріңдейді. Қалай оны бұл Аян білмесін-ай, байқағын әрін танып кетіп жүрмесін айды, сөйтіп мен тұтып шыққасам ағылшын айтады ғой, саркам оған айтыс жамбылша жүріп жатыр. Шиқан деген сөз қайда шыққан жүрді. Бірақ ол айтыста басымды алдым мен. Сөз қайтару керек қой бәрі. Сөз қайтару керек маған енді. Мен басқа сөз айтатыным жоқ болып қалды ана жерде. Ол енді айтыс деген сол екі ақын өз-өз бөлесі шапқа-шап айтысып бір-бірінің сөз барымтасы ғой енді. Сонда естетір болған, көп естетір бар, ұмытып қалыппын бәрін. Керемет, әніңізге көп рахмет, бір марқайып қалдық. Сөздері де, әні де тамаша екен. Бәрекелді, дауысыңыз керемет, еңбегіңіз жемісті болсын, өнеріңіз үстем болсын деп жазып. Жалпы жыр жинағыңыз қашан шығатын жоспарда бар ма дейді, бұл жаңа кейінірек қосылып жатқан оқырманымыздың сұрағы болса керек, айта кетейік. Бүгінгі қонағымыз Нұрболаттың «Шабытпен сырласу» деген жыр жинағы реттеліп, редакция алқасында Алматы қаласында жатыр. Осы алдағы 10 күнде немесе жаңа жылға дейін, немесе жаңа жылдан кейін қолымызға тиетін болады. Бір айдың көлемінде. Иә, сүйінші хабар күте беріңіздер. Енді тағы да бір өнерге, өлеңге кезек берсек, жалпы адам баласына ең қымбатты, жаңа өзіңіз айтып өткендей, туған жер, ата-ана, ағайын туыс, және содан туыстан кем емес болып кететін достар. Осы достар жайлы не айтасыз? Өзіңіздің достарыңызға арнаған қалам тербеген сәттеріңіз болса, өлеңіңіз болса, достарыңызға. Бұл достарым деген бір өлең негізі жазып шығарған. Фейсбукқа салсам бір күні звондайды маған Алматыдан Ержан Жүнісов деген ағамыз, өзіміздің Тарбағатайдікі, Маңырақтікі. Сазгер. Сазгер. Сол кісі звондайды, Нұрболат, осы бір өлеңіне ән жазсам қалай болады? Енді жазыңыз, содан маған бір жіберіңіз, көрейін деп. Ол кісі жіберді, әнін жіберді, жақсы. Бірақ ол өлең әлі жарыққа шыққан жоқ. Өйткені ол кісі тұсауын кестіруге былтырлары карантин басталып кетті де, ол кісі өз кешін бермекші болды, шақырды бәріміз Алматыға. Карантин басталып кетіп болмай қалды, енді Құдай қаласа осылай уақытта болады деп тағы айтып жатыр. Сонда орындалатын ән деп. Бірақ маған өзіме рұқсат берді. Тойда айтып жүруге рұқсат болады, анда-мында айтып жүруге рұқсат деген, соны орындап берейін енді. Өте жақсы. Достарға деп жазған өлең. Тамаша. Еркелеп барсам төрінен орын беретін, әзілдесем де қабақ шытпайтын көнетін. Өтпелі мынау өмірде бірге өтетін, қайғысы менің қуанышында көретін. Достар-ау достар, қайдасың бәрін сағындым. Сендердей кім бар, қадірін білер жанымның. Өтпелі мынау
өлшеулі ғана өмірде. Мен үшін достар орның бөлек бәрінің. Достықпен бірге көтеріп жүрген ар жүгін. Қымбатсың маған барлығын. Достарым менің алыстап кетсем сағынтқан. Сендерді ойлап сағынышпенен әр күннен. Достар-ау достар, қайдасың бәрің сағындым. Сендердей кім бар, қадірін білер жанымның. Өтпеді мынау өлшеулі ғана өмірде. Мен үшін достар орның бөлек бәрінің. Өтпеді мынау өлшеулі ғана өмірде. Мен үшін достар орның бөлек бәрінің. Әдеп әнін шығарған адам өзі нақышына келтіріп орындайды, біздікі әйтеу әнші емес, біз әйтеу арқанда орындап. Рахмет, Ержан ағамызға осы мүмкіндікті пайдаланып алғыс айтқымыз келеді. Нұрболаттың жүрегінен шыққан жанды әдемі өлеңіне әсем үн қосып, әсем саз қосып, жүрек түкпіріне жетердей жақсы бір туынды дүниеге келген екен. Ағамыздың да өнер үстем болсын деп тілейміз. Рахмет. Тағы бір сұрағымыз бар екен. Қазақ көркем шығармаларынан ерекше әсер еткен шығарма бар ма дейді сізге? Көркем шығармаларынан әңгіме, роман, повесть кезгеннен. Мен мынау оқыдым, енді негізінен жадымда қалғаны қайжылы осыдан 5-6 жыл бұрын оқыған. Бірақ соны қазір қайталап оқиын деп таба алмай жүрмін. Ол Қабдеш Жұмабек ағамыздың соңғы көшін арнады. Біздің кітапханамызда бар. Керемет, соны қайта тауып оқиын таба алмай жүрмін. Өзім сәт түсіп тұрген 6 кетуге болады деп. Соны оқығам, соны қайтадан бір қайталап оқып шығайын деп соны кішкене нетіп жүрмін. Жақсы жазылған соңғы көші. Несімен әсер етті? Ол кісінің енді мынау, ол кісінің жазғандары бар, өмірдің алған. Өмірдің алған. Мен бұлай жазылған көп әңгімелерді оқимын. Ол енді қалайда маған өзі әсер етпейді, мен көп өмірден алынған нәрселерді, өмірде болған тарихи нәрселерді оқып соған жаным құмарды. Өйткені өзімді сол біреудің өмірін жазғанды жақсы көремін де соған. Жаным соған қылған. Біреудің өмірін жазғанды жақсы көріп, сол біреудің өмірін алынғанды сол оқығанды жақсы көріп. Рахмет. Олай болса әрине, біздің кітапханамыздың тұрақты оқырманы екендігімізді білеміз. Бірақ енді жаңағыдай өзіңізге жақсы ұнаған шығармаларыңызды әрдайым ұсынып, біздің кітап қорымыздан алып байланысымызды үзбей, әрі қарай осы оқырмандық және кітапханашы ретіндегі байланысымызды үзілмей мәңгілік болар деген ойдамыз. Өнеріңіз үстем болсын, әрдайым биіктен көрдіңіз, жазарыңыз көп болсын деген әсер деген оқырманымыз сізге тілек білдіріп жатыр екен. Енді жалпы осы жаңа ғана Ержан аға әнін жазған, өзіңіз сөзін жазған өлеңіңізді достарыңыз тыңдап көрді ме? Жай былай поэзия ретінде өлең тыңдап. Поэзия ретінде мен салдым, топ қала саламын, желіге де салдым. Бірақ өзім айтып әлі тыңдатып көрген жоқпын. Бұл енді кішкене достарға деген жатып қалғаннан сағыныштан туған өлең ғой. Достарды іздеп, ең жанымды түсінетін жақын достар бар енді. Соларға арнап жазғаным ғой. Артынан барып баяғыда Ошан ағамыз айтпақшы, тағы бір ауырғанда келесің Ошан ағамыз айтты ғой, сол секілді. Оны оқып, кейін оқып жатқандар бар, мен айтамын енді, кейбіреулер Нұрбол өлеңдер бар, мен айтамын, басында оқымасаң кейін бір оқып жатасың айтып. Кейін қартайға да, өзің сонда айтып отырасың Нұрбол жазып екен. Сонда шығарған өлеңдер достарға арнап. Достарыңыз аман болсын. Балаларға арнап жазған шығармаларыңыз бар ма дейді? Балаларға арнап.
балаларға енді ұлдарыма жазғаным бар енді. Нашли табу деген өлеңдердің бәрі арпалысып жатыр да біріне бірі. Отбасыңыз жайлы әңгімелей отырсаңыз. Енді отбасым жайлы 2 ұлым бар, 2 қызым бар. Осы таяуда үйленіп келін болып жатырмын. Құтты болсын. 41-ден асқан ата болуым мүмкін ойлағам. Ағасынан ата болдым. Үлкен ұлым Шымкентте военныйда жұмыс істеп болды, әскерге алған, сонда контрактіге қалды. Сонда жұмыс істеп жүрмін, Алла қаласа. 1-2 айдан кейін айырбастап, әке балам ба деп отырмын жаныма. Маған да қолғанат керек, көмекші керек. Жарым үйде, жарым өзіңіз жақсы танисыз енді. Маған көбіне осы өлең жазғанда дем беріп отыратын сол кісі. Чабық беріп отыратындар, бағыт беріп отыратындар, өйткені ол кісіміз қазақ тілі әдебиетін оқыған. Содан көбіне кейде сол кісіге тексертемін, өлең тексеріп берші деп. Ол кісі настроениесі тексеріп, настроениесі тексеріп. Екінші ұлым өскеменде жұмыс істейді. Қызым кішкентай мектеп қабырғасында 8 оқиды. Алланың бергені, Аллаға тәубе деймін. Осылармен шүкір. Рахмет. Ұрпақтарыңызбен бұл жасаңыздар. Көп рахмет. Әрине, ақынның жанын түсінген жардың орны ерекше ғой. Осы шынында да көптеген мүмкіндікті, осы мүмкіндікті пайдаланып, Нұрболаттың жағы Әселге үлкен алғысымызды білдіргіміз келеді. Бақытты болыңыздар. Жалпы енді біздің әңгімемізде өзіндік бір мәнісіне жетіп қалған сыңайлы. Енді алда адамның арманы таусылмайды, армансыз адам қанатсыз құспен тең дейді. Қандай алға қойған мақсаттарыңыз болса да, армандарыңыз болса да, соған талмай жетіп, ізденіп, тек қана өмірдің қуанышына бөленіп, қандай сынақ кездесе де маңдайымыз тасқа тимей, содан сүрінбей өтіп, осы барлық оқырмандарымыздың атынан жақсы бір ізгі тілегімізді білдіреміз. Өзіңіздің де біздің балалар оқырмандарға деген тілектеріңізді білдіргіңіз келеді. Енді біріншіден енді сіздерге көп рахмет. Осылай елеп ескеріп, шақырып жатқандарыңызға, қонақ қылып жатқандарыңызға еңбектеріңіз жемісті болсын. Әрқашанда тек жақсы жағынан естіп жүрейік. Өскемен ортасында осылай кітапхана бар. Енді болашақ ұрпақтарға айтарым, енді елін сүйген патриот болсын, халқым, елім, жерім деген азаматтар болсын, қыздар болсын. Жастарға мен көбіне бір жағынан қуанып та отырмын. Жастар көп патриот қазір. Енді соған бет бұрып келе жатыр. Баршаңызға амандық тілеймін. Мынау індеттің беті ары бұрып, аман-есен бұрынғы қалпымызға оралып, 2000 шыққан жыл болды, қиын жылы, уақыт пен береке әкелсін, сиыр жылы деп, сиыр жылын жақсы қарсы алайық енді. Бәрімізге қуанышты күндерде жолығайық. Басқа не айтарым бар енді. Бұрынғы айтыста аптегіне шауып кететін дегенде өлең таппастен осы екен ғой, сөйлей алмай қаламыз. Үйден көп шықпаған, белгісі келгенде өлең жағынан көп ортада болмағандық ма? Көп рахмет сіздерге. Алла разы болсын, Алла жар болсын, еңбектеріңіз жақсын. Рахмет. Әрине, бізде облыстық балалар және жасөспірімдер кітапханасы атынан бүгінгі қонағымыз Нұрболатқа, отбасына денсаулық тілеп, шығармашылық шабыт тілейміз, биіктерден көріне беріңіздер. Біз өзіңіздей жақсы еліміздің туын, байрағын жоғары көтеріп жүрген өнер саңлақтарының, жалпы қай салада болса да кез келген еңбегі сіңген тұлғаның есімін елге паш етіп, еңбегін таныстыруда, жақсылықтың жаршысы болудан әрдайым жарықпаймыз. Аман болайық.